Саламатсыз ба, оқушы? Бүгінгі сабақ тақырыбы жеңіл атлетика, қысқа қашықтыққа жүгіру техникасын үйрету. Осы сабақ арқылы іске асатын оқыту мақсаттары: арнайы қозғалыс әрекеттерін орындау, ағзаның функционалды жүйесіне денеге жүктеме түсіру кезіндегі әсерін білу. Сабақ мақсаты: төменгі сөреде тұру техникасын білу және түсіну, дұрыс старт алу техникасын білу және түсіну, мәреге жету техникасын білу және түсіну. Дескрипторлар: берілген жаттығу техникаларын орындайды, сөреден шығу техникаларын дұрыс орындай алады, мәреге жету техникасы комбинациясын дұрыс орындайды. Жүгіру кезіндегі қауіпсіздік ережелері: қысқа қашықтықтарды тек өз жолымен жүгіру керек, басқа жүгірушінің жолына өтіп кетуге болмайды. Жүгіріп келе жатып кілт тоқтауға болмайды. Қатарласа жүгіріп келе жатқан сыныптастармен әңгімелесуге, оларға тым жақындауға болмайды. Оқушы жаңа сабақты бастамас бұрын дене қыздыру жаттығуларын жасап алайық. Жаттығуымызды бастаймыз. Бастап қалып деген тұрсын. Аяқ белгілеріне қолымызды белімізге қоямыз, мойнымызды жасаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, тоқтаймыз. Бастап қалып. Келесі жаттығу. Қолды иыққа қоямыз. 1, 2, алға 3, 4, артқа қолды айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, тоқтаймыз. Бастап қалып. Келесі жаттығу. Оң қолымызды артқа қоямыз, сол қолымызды төменге. Жаттығуды бастап. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, тоқтаймыз. Бастап қалып. Келесі жаттығу. Оң қолымыз жоғарыда белгілесе, сол қолымыз белгілесе. 1, 2, сол жаққа 3, 4, оң жаққа белгілесеміз. Жаттығуды бастап. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, тоқтаймыз. Келесі жаттығу белгі. Қолымызды белге қоямыз. 1, 2, оң жаққа 3, 4, сол жаққа белгілесеміз. Жаттығуды бастап. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, тоқтаймыз. Бастап қалып. Қолымызды земге қоямыз. Келесі жаттығу. 1, 2, ішке 3, 4-тан земді айналдырамыз. Жаттығуды бастап. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, тоқтаймыз. Бастап қалып. Келесі жаттығу. Жаттығуды бастап. 1, қолымыз жоғарыда. 2, 3, отырамыз, 4 тұрамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, бастап қалып. Келесі жаттығу. Аяқ балтамыз. 1, 2, оң жақ аяққа 3, 4, сол жақ аяққа. Жаттығуды бастап. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, бастап қалып. Екі аяқпен қол рет жүгіреміз. Келесі жаттығу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Келесі жаттығу. Ер балаларға қолды бүгіп жазып дене көтеру. 10 рет, қыз балаларға аяқты бүгіп жазып, 10 рет отырып тұру. Жаттығуды бастап. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Қысқа қашықтыққа жүгіруді 4 кезеңге бөлуге болады: сөре, сөрелік қозғалыс, қашықтық бойымен жүгіру, мәре. Оқушы қысқа қашықтыққа жүгіру үшін ең бірінші сөрелік қалыпқа тұрумен жүгіруді, мәре сызығын кесіп өтуді үйренейік. Ол үшін келесі видеоға назар салайық. Қысқа қашықтыққа жүгіру төменгі сөрелік қалыптан басталады. Ол үшін оқушы сөре сызығына келеді. Сөреге командасы бойынша екі қолды сызыққа
суресіне қойып, бір аяқты дене бүгеді. Дайындалған анасы бойынша терең әрі тесін салып, бүгілген аяқты жоғары көтеріп, денені сәл көтеріп, жүгір командасы күтеді. Жүгір командасы бойынша екпін алып, мәресіне қарай қатты жүгіреді. Жүгір! Көзге арналған жаттығулар, көзді демалдыру жаттығулары кезекпен алысқа, мұрынға, солға, оңға, жоғары төмен көз тігу. Көзбен сағаттың тілінің бағыты бойынша және оған қарсы бағытта айналма қозғалыстар жасау. Көзді жұмып және оны қолмен жауып 1-1,5 минут отыру. Көз жаттығулар, ұйқы. Ал енді көзімізді жұмып, сәл босаңсимыз. Ең қызықты сәтімізді есімізге түсіреміз. Саусағыңызды екі көздің ортасына қойып, сәлден соң саусағыңызды алыстат. Осылай бірнеше рет қайталаңыз. Оқушы, сіздерге тапсырма: жеңіл атлетика, қысқа қашықтыққа жүгіру, төменгі сөрелік қалып, екпін алып жүгіру, мәре сызығынан өту туралы түсінгендеріңізді төмендегі бағдаршам кестесіне жазып, менің электрондық поштама немесе WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы жібере аласыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.